Қайырлы кеш, құрметті киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 12-ші бөліміне келдік. Бұл сериалда Ринген больницада жатады. Сәлім қолына гүл алып, гүлмен келеді. Парла Сәлім ағасына айғайлап, сен не үшін келдің? Барлығы сенің кінәм, қай бетіңмен келдің деп оны ұра жөнеледі. Одан кейін Ринген кетіп қалады. Одан кейін Бахардың анасы келеді больницаға. Ол кезде Эврен мен Бахар екеуі сөйлесіп отырған. Сол кезде Бахардың анасы келіп, осы Эвренді көріп, мен саған рахмет айта алмай жүр едім, мен саған өз қолыммен жасаған долма алып келдім, осы долманың дәмін көр деп екеуі Эвренге береді. Ол кетіп қалады. Одан кейін екеуі біраз сөйлеседі, қызы мен анасы болып. Сол кезде Бахар айтады анасына: анашым, сен неге больницаға келіп тұрсың? Сен үнемі үйге келетін едің ғой дейді. Сол кезде Бахар айтады, анасы Бахарға айтады, сол кезде мен үйге 3-4 рет бардым. Сол кезде үнемі сенің енең бір жігітпен сөйлесіп, яғни ашынамен сөйлесіп жүр ау деп екеуі тырқылдап бір-біріне күледі. Бахар сол кезде сен ашына деген сөзді қайдан естідің, ондай нәрсені білмейтін едің ғой деп анасын одан сайын күлдіреді. Одан кейін Тимур Ренгеннің ота бөлмесіне кіреді. Отадан шыққаннан кейін оның сыртынан бақылап тұрады. Өзінің ассистентін қойып қояды, ешкім менің бұл жаққа кеткенімді, кіргенімді ешкім көрмесін дейді. Одан кейін Ренгенге жылап, Тимур, ешқашан мені тастап кетпеші, мен сені енді тастамаймын, сен жоқтығың қатты білінді деп біраз жылап алады. Шынымды айтсам, мен мына Тимурға түсінбедім. Мені мына кино жындығып жатыр ма білмеймін. Біресе анаған тастамаймын дейді, мынаған Бахардың қасына келіп, Бахар тастамаймын дейді. Өзі білмейді не істеп жүрген. Одан кейін Бахар анасына сұрақ қояды: анашым, мен саған бір сұрақ қояйын, бірақ бұл маған түкте қатысы жоқ. Менің досымның несінде болып жатыр, өмірінде болып жатыр. Оған менен сұрап келді, мен енді сенен сұрайын дейді. Сол кезде Бахар анасына сұрақ қояды: әкем ешқашан жүрген жоқ па? Ешкім саған андай көзіңе шөп шалған жоқ па деп анасына сұрақ қояды. Анасы айтады: дипломы жоқ және білімсіз адам, жұмыс жасамайтын әйелдің ешқашан көзі көрмейді, құлағы естімейді. Құлағы естімейді, көзі көрмейді дегеніміз ол көріп тұрсақ та үндемеуіміз керек. Өйткені біз үндемеу керек деп бізді өсірген, және біз оны көрсек те біз қайда барамыз, қалай күн көреміз деген әңгіме ғой бұл жерде деп өзінің бастан кешкен оқиғасын айтады. Одан кейін анасы Бахарға айтады: егер де ондай нәрсе өміріңде болып жатса, бірден бас тарт, ондай адамды ешқашан қасыңа жолатпа дейді. Одан кейін Ренгеннің қызы Ренгенге Парла кіреді. Қызы қатты жылап, ол да ішіндегісін сырын айтады: анашым, мен сені қатты жақсы көремін, сені осы уақытқа дейін қатты сөйлесем ренжімеші, мен ешқашан олай айтқым келмейді деп айтады, және сенің сырларыңды ешқашан ешкімге айтпаймын, көрдің бе, мен ешкімге айтқан жоқпын дейді. Одан кейін Парла шыққаннан кейін Парлаға осы Эврен дәрігер келіп айтады, яғни Парла, егер де қатты қиналып жүрсең, ішіңдегі нәрсені айта алмай жүрсең, біреу сені ренжітсе, немесе біреуге ренжіп жүрсең, мен саған осы ыдысты, яғни банканы беремін. Осы ыдысқа, параққа барлығын жазып, осы банкының ішіне сал, және сені қинаған, сені ренжіткен адамның дәл сол жерге осы банканы көм дейді. Одан кейін Тимур мен анасы Бахарға тамақ жасап дайындап жатады. Одан кейін Тимурдың анасы айтады: сен не үшін бір нәрсе білдіріп қойғансың ғой, не үшін сен Бахарға тамақ жасап жатсың, сен бұлай жасамаушы едің ғой, қай ісіңді жуып шайып жатсың дейді. Сол кезде Тимур айтады: анашым, ешқандай да нәрсемді жуып шайып жатқан жоқпын, жай ғана тамақты дайындағым келді дейді. Одан кейін үйге Парла келеді. Парла енді анасы ауырып жатқаннан кейін Бахар Парланы да үйге алып келеді. Анаң сенің жазылам дегенше осы үйде болады дейді. Одан кейін Бахар Парла мен Умайды барлығы бірге кешкі ас столға отырады. Сол кезде осы Парлаға Бахардың енесі біртүрлі сұрақтар қояды: сенің не анаң қайда? Анаң алдындағы сен айтқан көңілдесімен, жігітімен кетті ма? Сол үшін сен осы жерге келдің ба? деген сияқты әңгімелер айтады. Сол кезде Парла айтады: жоқ, менің анам жол апатына ұшырады, сондықтан мені Бахар тәте осы жерге әкелді дейді. Сол кезде анасы ендеше тез жазылып кетсін деп үндемейді. Одан кейін Эврен дәрігер осы Чағлаға, яғни Бахардың досына звондайды: екеуміз кездессек қалай қарайсың деп. Екеуі кездеседі. Сол кезде Эврен айтады: мен саған бір нәрсе айтуым керек дейді Тимур туралы. Содан кейін Эврен мен Чағла екеуі біраз сөйлеседі. Эврен барлығын ашық айтады: мен
бір нәрсе осы Тимур мен Бахар жайлы айтқым келеді. Енді Бахар сенің досың, маған бұл екеуінің ара қатынасы ұнамайды. Яғни мен жақында ғана Тимурдың қалтасынан бриллиант алқаны, қолға тағатын браслетті көрдім дейді. Дәл сол сәтте дәл сондай браслетті Бахардың қолынан да көрдім дейді. Не үшін екеу, біреуі қалтасында және екіншісі Бахардың қолында деп жауап сұрайды. Сол кезде Чағла да осы сұрақты осыған байланысты оған да сұрақ қояды. Дәл осындай жағдай Бахардың да Бахар да дәл солай айтқан. Осындай Тимур аяқ астынан 20 жылдан кейін осындай сыйлық сыйлапты дейді. Және осыдан кейін екеуі де біртүрлі болып бір-біріне қарайды. Осындай жағдайлардың болып жатқанына Чағла да Әбренге айтады, және Әбрен айтады, мен оны Бахарды құтқарамын. Енді бұндай жағдай Бахардың да болған, Бахардың басынан да өткенін қаламаймын дейді. Чағла сол кезде сен не деп тұрсың? Бахардың да деген, ол қалай сонда? Бахардың да деген не үшін айттың дейді. Сол кезде Әбрен айтады, бұл нәрсені кейін саған айтып беремін, бірақ дәл қазір емес дейді. Сол кезде осы Әбреннің баяғы кішкентай кезі есіне түседі. Менің ойымша, енді келесі алдағы сериялардан білуге болады, бірақ не екенін менің ойымша бұл Әбрен анасы, яғни Тимурдың әкесінің екінші әйелі ма, сондай примерно сондай ау. Өйткені Тимур мен жаңа Әбрен екеуі кішкентай кезінде бірге жасты болған, екеуі бір үйде өскен. Ал жаңағы кім болса, Тимурдың анасы мен жаңағы Әбреннің анасы екеуі бір үйде жүр. Не үшін екеуі бір үйде жүр деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы Тимурдың анасы бағанағы Әбреннің анасын неден баспалдақтан итеріп жібереді. Ол сол жерден қайтыс болады, операция жасап қайтыс болады. Бірақ енді сол кезде осы Әбренді балалар үйіне өткізіп жібереді. Енді бұл жерде мен Тимурдың анасы сондай бір қатыгез адам сияқты. Енді бір келесі алдағы сериялардан оны көретін боламыз. Енді кейін бүгінгі сериясын тағы айтайын. Одан кейін Парла мен Бахар екеуі суға түседі, душқа. Содан кейін Омайдың шашын Бахар шашын тарап құшақтайды. Сосын шашыңды кептіріп кел дейді. Одан кейін душтан кім шығады? Парла шығады. Парлаға да айтады, кел сенің шашыңды тарап берейін, сен де шашыңды кептіріп жақсылап демалып алыңдар дейді. Сол кезде Бахар мен Парла екеуі біраз сөйлеседі. Парла айтады, мен оған жала жаптым анама, ол мені кешіре ме екен, мен оған ауыр сөздер айттым дейді. Сол кезде Бахар айтады, әрине кешіреді, ана деген әрқашан кешіреді, ол кешірмеймін десе де ол әйтеуір бір күні сені кешіреді дейді. Аналар өздері сондай деп шамалы Парланың көңілін аулайды. Одан кейін Бахар жалғыз өзі бөлмесінде отырады. Сол кезде Тимур келіп, оған қымбат сертификат сыйлайды. Сол кезде Бахар айтады, не үшін маған сертификат сыйлап жатсың дейді. Сол кезде Тимур айтады, мен саған сыйлық беруіме болмай ма? Мен саған жай ғана сыйлық сыйлағым келеді дейді. Сол кезде Бахар айтады, сен маған жай ғана сыйлық сыйламайсың, міндетті түрде мен саған бір жағдай болғанда, мен мұңайғанда, мен саған сұрақ қойғанда ғана сен маған сыйлық бересің. Яғни бір нәрсені жабу үшін, бір нәрсені бетін бастыру үшін, бір нәрсені бетін бір әншейін андай қалай айтсам болады, жасыру үшін беретін сияқтысың маған дейді. Сол кезде Тимур ашуланады, саған сыйлық берсем де жақпайды екен дейді. Одан кейін Бахар жынданып, ол сертификатты алмайды, өзіне қайтып береді. Сенің маған бұндай сыйлықтардың керек емес, маған сенің бұндай ақшаң да керек емес. Маған сенің жай ғана құшақтап, сен менің қасымда болғаның қандай жақсы, немесе мен сені жақсы көремін деген жылы сөздерің ғана керек. Маған бұндай қымбат сыйлықтың ешқандай да қажеті жоқ дейді. Бұл кезде Тимур тағы да ашуланады. Келесі күні таң атады, Бахар үйдегі заттардың барлығын ауыстырып жібереді. Мысалы, төбеде тұрған кофе ыдыстарын төменге түсіріп жібереді, төмендегі тәрелкелерді төбеге қояды деген сияқты, барлығын шайдың орнын кофеге, кофенің ыдысын шайдың орнына деген сияқты біразын ауыстырып, Тимурдың жынына тимекші болады. Енді Бахар айтады, енді мені көріп тұрсың ғой, енді менен байқап жүр, мен сені бақылап жүремін дейді. Одан кейін жаңағы Омай мен Парла екеуі кәдімгі үй қыдыратын киімдерін киіп алып сыртқа шығады. Сол кезде Тимур айтады, сендер неге мектеп формалары жоқ, сендер неге бұлай киініп алғансыңдар дейді. Сол кезде Бахар айтады, мен бұл екеуіне бүгін еркіндік бердім. Екеуі не істегісі келсе де соны істесін, қыдырсын, екеуі киім араласын, тамақ ішін дейді. Одан кейін екеуі қуанып көшеге қарай кетеді. Парла мен жаңағы Омай екеуі бұрынғы инстаграмға сурет салатын жігітпен кездесіп бірге кофе ішеді. Одан кейін Бахар мен Чағла екеуін кездеседі. Бахар
екеуі мылтық атуға келеді. Чағла аң-таң болады, біз не үшін бұл жерге мылтық атуға келдік, ешқашан бұндай жерге келген жоқпыз ғой дейді. Сол кезде Бахар айтады, менің жүрегімде, менің денемде бір нәрсе болып жатыр, мен оны түсінбеймін, менің миым басқаша сөйлейді, ал жүрегім басқаша сөйлейді дейді. Ал Чағла айтады, не болып жатыр, айтшы маған дейді. Сол кезде Бахар айтады, менің көзіме Тимур шөп салып жүрген сияқты, мені алдап жүрген сияқты, мен оны бақылап, әйтеуір бір оны неғылайын десем, ұстап алайын десем, әйтеуір ол мені алдымнан үнемі бір қадам алда болады, үнемі менің алдымда жүріп мені басып оза береді дейді. Ал менің жүрегім оған сенбейді дейді. Мен осы уақытқа дейін мен оған қалай сенгенмін, қалай бір үйде тұрғанымды да өзім таңғаламын дейді. Бірінен кейін бірі өтірік, бірінен кейін бірі өтірік. Алдымнан бір нәрсеге сенсем, кейін тағы бір өтірік шығады. Одан кейін тағы да бір иә мейлі деп тағы да сенсем, тағы бір алдымнан шындық шығып тұрады дейді. Чағла оған түсінуге тырысады. Екеуі үйлеріне қайтады. Содан кейін больницаға Бахар барлығы больницаға келеді. Және сол кезде кім Омай мен Бахарды, Омай мен Парлады больницаға келіп, Парла анасын көрмекші болады. Анасын көреді және анасын жақсы екенін біледі. Сол сәтте Бахар, Омай және Парла үшеуі осы тұрғанда, сөйлесіп тұрғанда, басына қап-қара бір дәмке киіп алған, қарақшы сияқты қолына қап-қара сөмке ұстап алған адам кіріп келеді. Сол кезде ана үшеуі қаша жөнеледі, қорқып. Сол кезде басындағы қалпағын шешіп, әбірен дәрігер, әй мен ғой мен деп күліп, бүгін біз еркін өмір сүреміз, біз сурет салатын жерге барамыз дейді. Барлығы қуанып кетіп, жаңағы үлкен бір жерге сурет салатын жерге барып, төртеуі бірге сурет салады. Күшті көңілді болады. Барлығы саңырауқұлақтың бейнесін салады. Енді суреттері шынымен де әдемі болған. Одан кейін әбірен дәрігер жаңағы кеш батады. Осы үш қызды, Бахарды, Парланы, Омайды үшеуін үйге алып келеді. Сол кезде Тимурды жаңағы әбіренді көріп қалады да, үшеуі кіріп кеткеннен кейін әбіренге айтады, сен что-то біртүрлі болып жүрсің, Бахардың қасынан шықпай жүрсің дейді. Сол кезде әбірен айтады, адамның ойын өзі не істесе, жұртты да дәл солай істеп жүр деп ойлайды дейді. Мен сені түсініп тұрмын, жақсы дейді, кетіп қалады әбірен. Одан кейін Бахарды сыртқа шығарып алады. Тимур Бахарға айғайлайды, сен не істеп жүрсің, мына түрің не сенің, тіпті қояр емессің ғой, үндемеген сайын басыма шығып, не болып жүр саған деп біраз нәрсе айтады. Сол кезде Бахар айтады, мен саған сене алмаймын, мен көзіме шөп салып жүр екен, мені алдап жүр екен деп момын болып үндемей отыруым керекпін ба, мен өтіп жүре алмаймын, ренжіме сен, мен кәдімгідей жақсы өмір сүргім келеді, мен 20 жыл бойы үндемей осы үйдің тамағын жасап кірін жуып жүргенім жетер енді деп Тимурдың өзіне айғайлайды. Сол кезде Тимур айтады, айғайлап Бахарға, мен сені әбіреннен қызғанып жүрмін, қызғанам сені қатты дейді. Сол кезде Бахар өзі түсінбей, мен саған сонда да сенбеймін, ренжіме, мен саған шынымен де сене алмаймын деп үйге кіріп кетеді. Одан кейін хабар келеді, таң атады, хабар келеді. Жаңағы Парланың анасы рентгенде оянған, кәдімгі әдемі ауруханада жақсы болып жатқанын, осы нәрсені естиді. Осымен бүгінгі телесериал аяқталады. Бүгінгі бөлім аяқталады. Бүгінгі сериал сондай керемет өтті. Маған бұл кино күннен күнге қызық болып бара жатыр. Әсіресе осы әбіреннің өмір баяны қызық болып жатыр. Егер де сізді де қызықтырса, маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер.